Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі менің сіздерге айтатын тақырыбым ол ағылшын тілін өз бетіңмен оқуға көмектесетін құралдар. Әрине, ағылшын тілін үйрену ол әрбір адамның қазіргі таңда көп қоятын мақсаттарының бірі. Дегенмен де ағылшынды оқуға ешқандай себеп таппай жүрген болсаңыздар, бұл видео дәл сіз үшін арналған. Сонымен қатар менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар, лайк басып, комментарий жазып, қолдау көрсетсеңіздер рахмет айтар едім. Енді жалпы видеомды бастамас бұрын мен өзімнің ойымды айта кетейін. Менің ойым, ағылшынды әрбір адам өзі үйрене алады. Яғни ешкімнің көмегінсіз ағылшын тілін үйрену ол мүмкін нәрсе. Ағылшын үйрену үшін қымбат курс оқудың қажеті жоқ. Қазіргі таңда интернетке кірсеңіздер, инстаграмға кірсеңіздер, тиктокқа кірсеңіздер, өте көп курстар, өте көп, және де олардың бағалары да арзан емес, кемінде 200 мыңнан, 150 мыңнан, 300 мыңнан басталады. Дегенмен де ағылшынды үйрену үшін өте қымбат курстарға оқудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Ең алдымен мақсат қою керек. Яғни бір нәрсені үйренетін алдында адамда міндетті түрде мақсат болуы қажет деп санаймын. Егер де мақсат болмаса, ол өзінің ол затты не үшін жасап жатқанын білмейді. Мысалы, менің жолымда мен ағылшын тілін не үшін үйрендім? Мен болашақта шетелге көшу үшін, және де шетелде оқу үшін, сонымен қатар мен шетелде жұмыс жасағым келеді. Менің осындай мақсаттарым бар. Сол себепті мен ағылшын тілін оқуды бастаған болатынмын. Қазіргі таңда менің ағылшын деңгейім жақсы деңгейге көтеріліп қалды, дегенмен де әлі де мен алдағы уақытта оқитын боламын. Осындай сіздердің мақсаттарыңыз міндетті түрде болуы қажет. Мақсат болмаса, ол оқуды ешқандай пайдасы болмайды. Ағылшын үйрену үшін интернетте ресурстар жетеді. Кез келген Google-ға кіресіз, English, Learning, English, Grammy, ағылшынша грамматика деп жазсаңыздар, ресурс деген өте жетеді. Сонымен қатар мен бүгін сіздерге жақсы ресурстарды, сайттарды көрсететін боламын. Сол үшін видеоны соңына дейін көруді ұмытпаңыздар. Міндетті түрде көріңіздер, пайдалы сайттармен бөлісемін. Ең бастысы тұрақтылық. Ағылшынды бір күнде оқып кету ол мүмкін нәрсе емес. Сол себепті адамға ең бірінші қажет нәрсе ол тұрақтылық. Яғни күнделікті аз-аздан жасап жүру қажет болады. Енді ең алдымен сіздерге менің бөлісетін сайтым ол Duolingo. Duolingo дегеніміз телефонға да көшірілетін приложение, бұны көбісі біледі. Бұл сайтқа міне қараңыздар. Что вы хотите изучать, английский. Далее дейсіз, бұл жерде, бұл ойын ретінде көрсетілген сайт, бұл жерде әртүрлі форматта, тест форматында, яғни түрлі аудио форматында, сондай жағында көрсетілген. Бұл өте қызықты, өзіңіздің уақытыңызды тиімді өткізуге көмектеседі. Мені қараңыздар, күнделікті 10 минут осы приложениені қолданамын десеңіз болады. Бұл сайтқа кіресіз, тіркелесіз, бұл телефонға да көшіруге болады бұл сайтты. Приложениені, мысалы қараңыз, кофе деген белгілеңіз. Осындай ойынды түрінде, Coffee. өте қызықты. Coffee tea. Деген ойдаймын. Бұл сайт өте пайдалы. Қарапайым сөзден бастап күрделі сөзге дейін сіз үйренетін боласыз. Бұл жерде өзіңіздің сөз қорыңызды және грамматикаңызды көтере аласыз. Міне, бұл сайт Duolingo, Міне. Енді келесі сайт BBC Learning English деген. BBC деген білесіздер, Бұл жерде қараңыздар, курстар бар. Грамматика, дыбысталу, сөз қор, жаңалықтар, Сізге не қажет? Мысалы, сөз қор кіресіз. Бұл жерде әртүрлі сөз қор, easy level vocabulary, оңай ағылшын тіліндегі сөздіктердің деңгейі, мысалы 10 ең оңай ағылшын сөздері. 6 минут сөздік, яғни кіресіз, 6 минут бойы ағылшынша жаңа сөздер үйренесіз. Basic, міне. Adjectives, adverbs, мысалы. Мына жерге кірген кезде сізге әртүрлі сөздер шығады. Casual, smart, formal, Мынау casual деген сөздің adverbs қалай болады, casual. Adjectives деген бұл бізде сын есім, adverbs дегеніміз үстеу. Яғни, мысалы, мына жерде smart, Smart дегеніміз ақылды деген сөз. Smartly деп өзгереді. Мысалы, formal, formally, formally, Everyone will dress formally at the wedding. Әрбір адам тойға формальды түрде киінеді, белгілі бір форматта киінеді. Деген сияқты. Осы жерде әртүрлі сөздерді үйренуге болады. Мына жерде түрлі-түрлі тақырыптар, түрлі-түрлі грамматикалық тұрғыдан әртүрлі сөздерді күнде осы сайтқа кіріп үйренуге болады, Сонымен қатар келесі. Күнделікті бір 20-30 минутыңыз құртсаңыз, оның өзі сізге жақсы прогресс болатынына сенімдімін. Мысалы, question forms, яғни сұрақтардың типтері, Yes, no and why questions, Yes, no және why questions. На видеоны басасыз, көруге болады. Енді бұл сайт BBC Learning English. Бұл кішкене деңгейіңіз төменгі деңгейден орта деңгейге өткен кезде көруге болады. Себебі бұл сайттың ішінде барлығы ағылшынша. Сіз кішкене түсіне бастаған кезде осы сайтты қолдануға болады. Бастапқы деңгейге Duolingo болады, одан кейінгі деңгейге осы сайт болады. Сонымен қатар мен сіздерге тағы да жақсы сайттарды көрсетемін. Оның бірі
мынандай Quizlet деген сайт. Бұл жерде карточка арқылы сөз қорыңызды көбейтуге болады. Бұл жерде міне өзіңіз құрастырсаңыз болады. Осындай карточканы, яғни сөздік қорлар немесе осылай іздеңіз. English русский, мен жаңа English қазақша деп іздесем ешқандай нәрсе таппадым. Сол себепті English русский деп іздедім. Былай кіресіз, ішіне бір күнде көптеген сөз үйренуге болады. Міне карточка дегенге кірсеңіз, міне undertaking, boy, схем деген сөз. Қандай сөз? Осындай сөз, иә. Келесі. For no reason. Зря. Осылай әртүрлі сөздерді көп істеуге болады. Күнделікті 10 сөзден, 100 сөзден жаттауға болады. Бұл өзіңізге өте көмектеседі. Немесе біреудің жасағандарын қолданғыңыз келмесе, осы жерден алып өзіңіз құрастырсаңыз болады. Өте қолдануға ыңғайлы сайт. Енді бұл сайт, яғни сөз қоры үйренуге, мына жерге қараңыз. Қазақша сөз жазасыз, ағылшыншасын, қазақшасын, ағылшыншасын, қазақшасын, ағылшыншасын, иә. Мысалы, қазақша сөз, иә, бір сөз жазайық. Терезе, иә, оңай сөз жазайын, иә. Терезе. Ағылшыншасы деген сияқты, иә. Осылай создать дейсіз, сосын жаңағыдай сізде карточкалар пайда болады. Соны өзіңіз күнделікті 100 сөз жазып, 100 сөзді осылай карточка арқылы жаттауға болады. Енді келесі тіпті жақсы сайт бізде Coursera деп аталады. Бұл жерде әртүрлі курстар. Кез келген курс, қандай мамандық, қандай IT саласы болсын, бизнес, мына жерде computer science, иә, мына English, French, Arabic, неше түрлі сайттың барлығын табуға болады. Бұл жерде, осы жерде тоже ағылшынша курстар бар. English деп жазасыз, мына жерде сізге неше түрлі курс шықты. Бұл курстардың барлығын тегін оқуға болады. Дегенмен де соңында сізге сертификат қажет десеңіз, сертификат сатып алсаңыз болады. Мысалы, мен бір курсқа кірдім, міне English Intermediate деген сайтқа курстың түріне кірдім, міне English Intermediate деген курс. Мына жерге кіресіз, қарасаңыз, міне сертификатты бар екен, сертификат алуға болады. Мына жерде модуль, қандай сабақтардан тұрады. Pets, animals, online, traditional education, jobs, professions, health, illness, self-care деген сияқты. Енді қараңыз. Мені қараңыздар, English Intermediate деген курс. $50 тұрады, $49. Бұл бірақ $49 төлесеңіз сертификатын аласыз, оны болашақта қолдануға болады. Дегенмен де бізге енді бұл сертификат қажет емес. Бұл курс no certificate деген басасыз, яғни тегін оқисыз. Басасыз, continue. Start learning. Яғни оқуды бастау. Мен енді интермедиат деген деңгейді таптым. Бұл жерде сіздер elementary, өзіңізге ұнайтын кез келген курс табуға болады. Міне week 1, иә. Get started. Міне видео. Осы видеоны көресіз. Конспект жазасыз. Сөздерді артында. We're great, thanks. I heard you were helping Farouk choose the outfit for today. Wow, I always appreciated your sense. Видео, міне reading. Жерде reading оқисыз. Жаңа сөздер көп екен, exercise, training, but, иә, мысалы, practice assignment. Бұл жерде енді сіз тест тапсырасыз, міне. Тағы видео, міне. Quiz, мына жерде тест, иә, не үйрендіңіз сол бойынша. Pronunciation, иә, қалай аталады. In the previous B1, then decide to look up its meaning in the dictionary so you can use the new word. Бұл жерде өте курстар өте көп, міне қараңыздар. Learn English beginner grammar, иә, міне бастапқы деңгейдегі адамдарға арналған. Тағы да бұл жерде IELTS курстары бар. Міне English for business, иә. Business English ағылшын тілі, осының көп. Тура осы сияқты екінші сайт бар, ол жерде EDX деп аталады. Education X, иә, міне. Бұл жерде де тоже солай. This is English. Жеті курс шығыпты, міне. English Grammar and Style. Міне, The University of Queensland. Австралиядағы университеттің курсы. Қытайдағы университеттің курсы, иә. Но Италиядағы Кембридждің курстары бар. Вашингтонның курстары бар, иә. Мысалы, Австралиядағы университеттің курсына кіріп көрейік. Қарасаңыздар, бұл жерде free деп тұр, міне. Тегін, иә, free. Free дегеніміз тегін. Enroll. Ауғыстың бүгін бастауға болады. Әр апта сайын оқысаңыз, декабрьде аяқтауға болады. Міне, тоже екі түрі бар. $129. Бұл жерде бітірсеңіз, сіз 129-ға сатып алсаңыз, бұл курсты сіз сертификат аласыз. Егер жоқ, маған қажет емес сертификат, мен курсты тегін оқимын өзім үшін. Міне free деген басасыз. Continue. Begin your course today, yeah? Introduction to write, week 1. Бұл жерде, міне, грамматикалар. What is grammar and why does it matter? Sentences, yeah, сөйлем түрлері, verbs, етістіктер, зат есіммен сандар, иә, мысалы, adjectives, үстеулер, нүктелер, иә, мысалы, осының барлығын осы жерден оқисыз өзіңіз үшін. Егер де сіз ақша төлеген болса, сізге осындай не береді? Сертификат береді. Арнайы мынандай университеттің сертификатын аласыздар. Өте ыңғайлы. Бұл жерде тоже жаңағы тек қана ағылшын кез келген затты үйренуге болады. IT саласы әрине ағылшын тілінде, бірақ та болашақта, яғни
өзіңізге бір шетелге оқуға түсемін десеңіз, қандай да бір жұмысқа тұрамын десеңіз, осы жерде неше түрлі курстарды оқып сертификат алуға болады. Әрине көмектеседі ол. Сонымен менің бүгінгі тақырыбым осы. Сіздерге айтқым келгені, яғни ағылшын тілі әрбір адам өзі үйрене алады. Интернетте ресурстар өте тола. Және де өте арзанға курстар тауып, тегін оқуға болады. Мүмкіндік өте көп. Тек қана өзіңізге нақты мақсат қою керексіз, және де тұрақтылық өте маңызды. Яғни күнделікті кішкенеден ғана оқысаңыз, сіз бір жылдың өзінде қаншама ағылшын тілінен сөздер үйреніп, сіздің деңгейіңіз де көтеріліп қалады. Біраз затты түсінетін боласыз. Сіздерге видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып, поделиться жасап, тіркелуді ұмытпаңыздар. Сонымен қатар сіздерге келесі қандай тақырыптар қызық, соны да комментарий жазып кетіңіздер. Видео ұнаса, комментарий ұнады деп жазып кетіңіздер. Барлықтарыңызға сәттілік, рахмет.